chemical experiments. At first, we'll take a fire from without matches. We'll take some dry ceramides and glycerin, soap, sorry. Қарағандыдағы дарынды қыздарға арналған нөмір 2 инновациялық лицей-интернаты әрдайым алдыңғы қатарда. Бүгінде 3 тілді меңгеріп қана қоймай, ағылшын тілінде де зерттеу жұмыстарын үздік меңгергенін аңғартып отыр. Алғыр білімді оқушылардың көбейген білім ордасы жыл басынан бері 4 зертханалық сабақ өткізген көрінеді. Қазіргі таңда бізде 185 оқушы білім алуда. Біздің жалпы бағытымыз жаратылыстану бағыт, математикалық, физика, химия, биология, информатика пәндері ағылшын тілінде өтеді. Жаңа өздеріңіз көргенде біздің оқушыларымыздың лабораториялық жұмыстары және интеллектум, ата-аналармен тығыз қарым-қатынасы, ата-аналардың тәрбие сағаттары, ата-аналардың оқушылармен тығыз байланыс жұмыстары бізде тығыз байланыста болады. Онымен қоса әрине біздің мектебіміздегі олимпиадалар, ғылыми жобалар жарысында осы уақытқа дейін біздің республикалық пәндік олимпиадада 12 медаліміз болды. Және облыстық пәндік олимпиадаларда да 17 медаліміз болды. Қазақстан білім олимпиадасы, республикалық олимпиада осы 2016-2017 оқу жылында бізде 22 орын алдық. Қазіргі таңда біздің білім инновация лицей-интернатының нөмір 2 қыздар лицейінің білім сапасы да өз жоғары деңгейінде. Жыл басынан бастап біз эксперименттер саны 4 болды. Жалпы біз эксперименттер өткенде 2 сабақ кетеді. Бірінші сабақта бізге апай оны қалай жасауы жалпы лекция түрінде өтеді. Ал екінші сабақта практика ретінде апай бізге көрсетіп, оқушылармен жұмыс арқылы бірге істеп көрсетеміз. Интернатта білім алып, талмай еңбек еткен ақылына көркі сай оқушылар түсірілім тобының алдында да бірнеше тәжірибелермен бөлісті. Оның бірі сіріңкенің көмегінсіз отты жағу болса, екіншісі өсімдіктерді топырақсыз өсіру. Бірінші біз салфетканы глицериме қостық, және шамалы капелька дейді. Бұдан кейін үстіне марганцовка дейді бұны, полимер пергаментін соны араластыра отырып от шығардық. Бұл бір сіріңкесіз от алудың бір жолдары болып табылады. Біздің экспериментімізде, біздің проектімізде біз өсімдіктерді топырақсыз өсіреміз. Яғни барлығымыз білетіндей, бірінші біз жас тамыршаларды, жас өсімдіктерді тамырларын шығарамыз дегенше барлығын суға қоямыз. Су арқылы біз олардың тамырларын шығарамыз. Және де бұл процесті тоқтатпай ары қарай дамытсақ, біз олардан өнімде алатын дәрежеге жеткізе аламыз. Мысалға біз бұл жерде көбіне аквариумның суын алдық, яғни балықтардың көмегімен біз осы өсімдіктерді өсірудеміз. Арнайы сабақтармен бірге ғылыми жобаларды қоса алып жүрген қыздар ұстаздарына да дән риза. Тіпті сабақты қызығушылықпен оқимыз дегенді алға тартып отыр. Біздің лицейімізде жаратылыстану бағытындағы пәндердің өте тереңделіп оқылатындығына байланысты біздің сабақтар өте қызықты өтеді. Сонымен қатар біз басқа мектептердің ерекшеліктеріміз, біз тек қана көзіміздің сабағымызды оқып қана қоймай, мысалға бүгін химияны тек қана есеп шығара қана қоймай, сонымен қатар эксперименттік жұмыстарды қызықты түрде өткіземіз. Сонда балалардың әр сабаққа деген зейіндері өсіп, оны жақсылап оқитын болады деп ойлаймыз. Аталмыш білім ордасында берілген сабақтардан өзге логиканы терең дамытатын қызықты ойындарда өтіп тұрады екен. Мұның барлығы дарынды болашағына зор үміт күтер түлектерді шығаруға көзделген. 101 ТВ KZ, Қарағанды.